Қайырлы күн достар. Біздер бүгін ұбт спецификациясы бойынша жалпы яғни ұбт-да кездесетін сұрақтарды жинақтап 15 сұрақ негізінде алып отырмын. Сол сұрақтарды бүгін нұсқа ретінде талдаймыз. Яғни бұл жақта жалпы ұбт-да кездесетін құрылғы болсын, желі, компьютердің жаңағы желінің өткізу қабілеті, деректер қоры, контекст Python деген сияқты сұрақтарды қарастырып бірге талдайтын боламыз. Ең бірінші біздерде бірнеше компьютердің бір ғана кабель бойынша тізбектей қосылуы деп тұр. Яғни сіздерге әрдайым айтатыным, яғни кілттік сөз іздеңіздер, кейде сұрақтан жауап табуға болады. Яғни бұл жердегі кілттік сөз біздерде тізбектей деген, яғни тізбек не екенін білесіздер ғой. Яғни бұл жерде тізбек бойымен жалғау біздерде шина, машина деген сияқты өздеріңіз жаттап алсаңыздар болады. Яғни шина дегеніміз бұл яғни бір жаңағы кабельмен жалғанатын жаңағы топологияның түрі болып табылады. Жалпы ары қарай біздерде сақина деген бар. Сақина дегеніміз бұл дөңгелек бойымен кәдімгі сақинаға ұқсас. Жұлдыз дегеніміз біздерде бірнеше бейімдеуішке жалғанады, яғни жұлдыз тәрізді. Ал иерархиялық жұлдызша дегеніміз бірнеше жұлдызша жаңағы топологияның бірігуі. Бұл біздерде иерархиялық немесе ағаш топологиясы болып бөлінеді. Ары қарай келесі біздерде желінің өткізу қабілетіне байланысты есеп берілген. Желінің өткізу қабілеті дегеніміз біздерде мына жерде көлем берілген және де уақыт берілген, сосын өткізу қабілетін табуымыз керек. Көлем дегеніміз үлкен Q немесе кейбір кітаптарда үлкен V болып белгіленеді. 360 килобайт дейді. Ары қарай Т әрдайым уақыт 6 минут дейді. Ал желінің өткізу қабілеті біздерде кішкентай Q-мен белгіленеді. Кішкентай Q-дің формуласын бұл негізгі формуладан шығарамыз. Үлкен Q-дің біздердегі формуласы Т-ны көбейтеміз кішкентай Q-ға. Осыдан біздер кішкентай Q-дің формуласын шығарамыз. Көлемді бөлеміз уақытқа. Яғни бізге қажет формула мынау. Біздерде жауапта өлшем бірліктердің барлығы бит секунд ретінде берілген. Сол себепті қазір біздерде 360 килобайт және де минут дегендерді мынаны битке, мынаны секундқа айналдырып аламыз. 360-ты айналдыру үшін битке көбейтеміз 1024-ке. Осы жерде біздерде 360-ты көбейтеміз 1024-ке. Біздерде 368.640 дейді. Бұл жерде біздерде пока что, яғни әзірше байт, осыны көбейтеміз 8-ге. Осыны көбейтеміз 8-ге. Нәтижесінде біздерде 2.949.120 уже біздерде бит болады. Ары қарай біздерде 6 минут мынау, осыны секундқа айналдыру үшін 60-ға көбейтеміз 360 секунд. Мынаны бөлеміз 360 секундқа, яғни мына формуланы пайдаланып жатырмыз. Ары қарай осыны 360-ға бөлген кездегі нәтиже 8192 бит бөлінген секунд. Сондағы біздің жауабымыз Д жауабы дұрыс болады екен. Ары қарай жалғастырамыз. 126 санын 16-лық санау жүйесіне ауыстыр дейді. Санау жүйесі, яғни ең оңайы, яғни біздердегі бір-екі сұрақ санау жүйесінен келеді. Мен бұны әрдайым халявный балл деп айтам. Яғни міндетті түрде ұқыпты қатесіз шығаруға тырысамыз. 126 ондық санау жүйесіне берілсе, қарапайым бөлуді орындаймыз, 16-ға бөлеміз 126-ны. Онда біздерде қазір 7-ден береміз. 16 біздерде 16-ны 126-ға бөлген кезде біздер 7-ден береміз. Және де 112, мына жерде 14. Және де астынан бастап жазамыз әрдайым жауапты. Так, мына жерге 126 ондықта деп жазып қояйық. Сосын 7, енді 14. Біздерде жалпы компьютердің жадында ақпараттардың барлығы бір байт ретінде сақталынады. Мысалға, міне, осында ұяшықтардан тұрады ғой. Енді біздер қазір 14 деген санды сақтағанда ол 1-4 деп сақтайды. Яғни біздерде керек, щоб 14 болып бір ұяшықта сақталды. Сол сақталу үшін бұлар біздерде жаңағы латын әріптеріне мынандай 10-дық сандарды латын әріптерімен ауыстырады екен. Сонда біздерде мысалға 0-ден бастап
9-ға дейін кәдімгі сандар, яғни бір яшыққа сыятын сандар. Одан кейін 10-нан басталатын сандардың барлығы 15-ке дейін, яғни 12, 13, 14, 15 осылардың барлығы латын әріптерімен ауыстырылады. Сонда А, В, С, Д, Е, Ф. Біздегі сондағы 14 дегеніміз Е. 7, Е 16-лық санау жүйесінде. Бізде бұл жауап С дұрыс жауабы болып табылады. Әрі қарай келесі сұрақ біздерде деректер қорындағы сұраныстарға байланысты оқушылар кестесінен 15-тен төмен оқушылардың барлық ақпараттарын шығаруымыз керек. Біздердегі негізгі мән беретін шарттарымыз. Так, әрі қарай әрбір жаңағы жауапқа тоқталайық. Select сұраныс басталды. Жұлдызша біздерде барлық ақпарат деген сөз, from откуда, оқушылар деген кестеден деген сөз, дұрыс. Where біздерде шарт басталды, дұрыс. Жасы тең дейді. Бізге тең деп тұр ма? Тең деп тұрған жоқ, біздерде төмен деп тұр. Мына вариант келіспейді. Екіншісінде select жасы жаңа айтқан болатынмын, жұлдызша болатын болса, біздерде барлық ақпарат деген сөз. Сол себепті мына вариант келіспейді. Select не сұрап атқаны белгісіз. Әрі қарай select барлық ақпарат оқушылар кестесінен жасы 15-тен кіші дейді. Келеді ма вариант? Келеді. Біздегі дұрыс жауап. Ал бұл жерде update дегеніміз кестедегі ақпараттарды өзгерту үшін сұраныстар. Бұл бізге келмейді. Жалғастырамыз. Әрі қарай біздерде логикалық операцияларға байланысты берілген екен элемент. Так, формализация деген біздерде жоқ бұндай. Конъюнктор, дизъюнктор, инвентор. Конъюнктор дегеніміз конъюнкция, дизъюнкция және де инверсия. Ең бірінші біздерде жалпы ресейлік стандарт бойынша бөлінеді. Жаңағы сызбаның берілуі ресейлік стандарт және де ANSI стандарты бойынша деп келеді. Мына жерде біздерде ANSI стандарты бойынша сурет, мына суреттер. Так, ең бірінші конъюнкторды көрсетейін. Конъюнктор біздерде ANSI стандарты бойынша екі кіріс бір шығысы болады. Бұл біздерде міне конъюнктор. Әрі қарай дизъюнктор. Дизъюнктор біздерде мынандай. Ой, кішкене қисықталып кетті, кешірім сұраймын қазір. Дұрыстайық. Так, кішкене дұрыстайық мына жерде. Қазір барлығын өшіріп тастайын мына жерде. Так, әрі қарай. Қазір дизъюнкторды саламыз. Қайтадан қателестім, кешірім сұраймын достар. Так, ластикті аламыз, қайтадан өшіреміз. Сосын қайтадан салайық. Дизъюнктор міне. Сосын міне кішкене әдемі болсын деп тырысып жатырмын. Екі кіріс, бір шығыс. Яғни міне біздің осы суретте берілген, яғни міне дизъюнктор. Бұл варианты дұрыс болады. Одан кейін сіздерге үшіншісін инверсияның ANSI стандарты бойынша салынуын тағы көрсетейін. Бұл жақта біздерде инверсияда әрдайым бір кіріс және де бір шығыс болады. Конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Логикалық операциялардың үш түрі. Әрі қарай жалғастырамыз. Веб жобалау, HTML төменде берілген тегтердің арасындағы жопсыз тег дейді. Жопсыз тег. Так, достар, біздерде B дегеніміз bold, яғни жирный қылып жазу. Бұл біздерде ашылғаннан кейін жабуды міндетті түрде қажет етеді. А варианты қарастырылмайды. Strong пен bold жалпы қызметі бір, бірақ бұлардың айырмашылығы bold жалпы тегтер логикалық және де физикалық болып бөлінеді. Bold біздерде, яғни B физикалық тег болатын болса, strong біздерде логикалық тег болып табылады. Және де ашылғаннан кейін міндетті түрде жабылуды қажет етеді. Және де strong логикалық, мысалы, логикаға қатысты ғой, мысалға, тікелей аудармасын қарасаңыздар, ағылшын тілінен strong, яғни құйып бояу деген сияқты қарастырамыз. HR ашылғаннан кейін жабылуды міндетті қажет етпейді, яғни осы біздерде дұрыс жауап болады. HR біздерде көлденеңінен, веб-бетке көлденеңінен сызық сызу. Одан кейін бази біздерде ашылғаннан кейін жабуды міндетті түрде талап етеді. Және де HTML-дегі негізгі жаңа кодтарымыздың барлығы осы body, яғни телода жазылады екен. Әрі қарай жалғастырамыз. Салыстырмалы сілтемені көрсет дейді. Excel бойынша сұрақ. Жалпы біздерде сілтеменің үш түрі қарастырылады. Сіздерге қосымша ақпарат ретінде айтып өтейін. Үш түрі қарастырылады. Ең бірінші біздерде салыстырмалы сілтеме, абсолюттік сілтеме және де аралас сілтеме.
салыстырмалы сілтемелер біздерде ұяшықтың бағаны да жолы да өзгереді, яғни қарапайым В2. Мысалға бұл бізде салыстырмалы, мына вариант дұрыс. Мысалға А4 деген сияқты. Одан кейін біздерде абсолютті сілтеме, тұрақты сілтеме, жолы да бағаны да өзгермейді, яғни доллар белгісімен тұрады. Оны біздер қазір жол бойынша тартсақ та, баған бойынша тартсақ та біздерде өзгермейді. Яғни бұл бізде міне мынау В варианты біздерде абсолюттыққа келеді. Ал С және де Д варианты біздерде аралас сілтемеге келеді. Яғни жолы немесе бағаны тартқан кезде өзгеретін ақпараттар. Әрі қарай біздерде келесі сұрақ. Электрлік сызбаға байланысты берілген екен. Жауабы А мен Б-ның жауабы берілген. А-ны А 1-ге тең, В 0-ға тең. 1 деп тұрғанымыз, яғни дизъюнкция дегенді білдіреді. Дизъюнкцияның бір белгішесі. А1 мен 0-ды дизъюнкциялаған кезде нәтиже 1 болады. Шыққан мәнді инверсиялағанда ол 0 болады. Бұның алғашқы мәнін инверсиялаймыз. 0-ды инверсиялағанда ол 1 болады. 1 мен 0-ды конъюнкциялаған кезде біздердегі нәтиже 0 болады. Жауап Б. Бір емес дегенді қарастырмаймыз. Себебі бұл біздерде инверсия туралы ешнәрсе айтылған жоқ. Сол себепті дұрыс жауап ретінде қарастырылмайды. Шатаспаңыздар. Біздерде тек қана 0 деген вариант шығып тұр. Әрі қарай контекст берілген екен. Pythonдағы цикл бойынша өте жеңіл код. Не дейді бұл жерде? Программада қолданылған циклдың түрі. Қарапайым сұрақ, параметрлі. Цикл дегеніміз міне мынау. Қазір түсіндірем. Біздерде Pythonда жалпы цикл дегеніміз екі түрге бөліп қарастырылады. Алғы шартты және де параметрлі цикл деп. Алғы шартты цикл дегеніміз біздерде while циклы, ал параметрлі дегеніміз for. Яғни біздердегі алғы шартты деп айтып тұр. While деген ағылшынша тілден аударғанда әзірше true болғанша деген сөз. Яғни true болғанша біздерде пока цикл айнала береді. False кездесіп қалғанда цикл тоқтайды. Ал параметрлі цикл дегеніміз бұл циклдың қадам саны белгілі деген сөз. Мысалға 5 деп тұр, яғни цикл 5-ке дейін айналады. 5 рет цикл айналады. 0, 1, 2, 3, 4. Міне қарасаңыздар 5 рет қадам бар. Осы 5 қадам бойынша цикл айналады деген сөз. Қадам саны белгілі. Кейбір жерлерде параметрлі цикл деп келеді, кейбір жерлерде арифметикалық цикл деп келеді. Екеуінің айырмашылығы осы. Мынау қадам саны белгісіз, мынаның қадам саны белгілі. Біздегі қадам саны белгілі, яғни 5 бұл параметрлі цикл. Әрі қарай жалғастырамыз. Берілген программада экранға шығатын нәтиже дейді. Так, басынан бастап талдап көрейік. N 5-ке тең болады, яғни циклымыз 5-ке дейін айналады. Мана айтқан болатынбыз 0, 1, 2, 3, 4. S 0 дейді. Пока что біздерде 0-ге тең бола берсін. Счетчик пустой, как будто коробка сияқты елестетеміз. For in range деген біздерде аралық. Цикл 5-ке дейін айналсын. Және де осы айналған әрбір циклдың қадамын мына коробкаға салып отыр деген сөз. Одан кейін шарт берілген циклға қатысты, яғни цикл қадамына байланысты. Цикл қадамында 3-ке тең болып атса, циклды брейк жаса, тоқтат деген сөз. Ең бірінші циклдың қадамы 0 дейді. 0 біздерде 3-ке тең емес, сол себепті мына коробкаға салып қоямыз. Әрі қарай 1, кәдімгі қадам бойынша жүре береді ғой өзі. Одан кейін 1-ді келіп салады, одан кейін 2-ні келіп салады. Сосын 3 келген кезде ол 3 пен 3 тең болады да, цикл осы жерден тоқтайды. Сол себепті 3 мына жаққа келмей қалады. Не істейді? Мына жерде S, мына жерде S қой мынаның іші. S дегеннің мынаның ішін барлығын қоста қайтар деген сөз. Маған print S деп тұр. Сонда мен 0 қосу 1 қосу 2. 1 мен 2-ні қосқан кезде 3. Нәтижесі 3 болады. Түсіндік қой? Так, әрі қарай жалғастырамыз. Break операторының қызметі. Жаңа айтқан болатынмын, break біздерде ағылшын тіліне аударған кезде сындыру, яғни тікелей аудармасы сындыру деген мағынаны білдіреді. Циклды тоқтату деген сөз. Яғни мына жерде 3-ке кездесіп қалған кезде циклымыз тоқтап қалды мана. N 8-ге тең болғандағы программаның нәтижесі дейді. N дегеніміз циклдағын қадам саны. N 8-ге тең болғанда ол еш нәрсе өзгермейді. Мына жердегі шарттың мәні может өзгерген кезде кішкене өзгешелік болатын бет. Бірақ мына жерде N 8-ге тең болғанның өзінде де 0, 1, 2, яғни цикл 7-ге дейін айналады. 3-ке тең болған кезде дәл сол баяғыдай циклымыз тоқтап қалады. Сол себепті D өзгермейді. Әрі қарай
Нәтижелердің жиын өсу немесе кему бойынша сұрыптау дейді. Сұрыптау біздерде әрдайым order by, яғни жауап Б варианты. Order by өсу реті бойынша ascending, кему реті бойынша descending. Update біздерде өзі айтып тұр, өзгерту. Ал insert into values дегендер бұлар кестеге жаңа ақпараттарды қосу. Сәйкестендіріңіз дейді. Әрі қарай біздерде мынау біздерде желі, яғни желіге мысалы интернетке қосылған кезде желілік блоктың артында бір қызғылт сосын жасыл түс жанып тұрады. Мынау VGAS болып табылады, жаңа сетке қосылу. Яғни бұл біздерде желілік адаптер. Ал мынау біздерде бейне карта болып табылады. Ал кулер дегеніміз бұл процессорды қызып кетуден сақтайды. Ал дыбыстық карта жаңағы желілік блоктағы, яғни процессордағы дыбыстарды бізге естуге мүмкіндік беретін дыбыстық карта болып табылады. Так, әрі қарай жалғастырамыз. Біздердегі соңғы сұрақ инструменталдық программа түрі дейді. Жалпы біздерде компьютерде софтвер және хардвер болып бөліп қарастырылады. Соның ішінде софтвер дегеніміз, яғни софтвер дегеніміз жаңағы программалық жасақтама немесе PG деп келестіреді. PG біздерде 4 түрге бөліп қарастырылады. Ең бірінші бұл базалық PG. Екінші түрі біздерде жүйе, яғни система. Одан кейінгі біздерде қолданбалы, одан кейін біздерде инструменталдық немесе кейбір кітаптарда аспаптық деп кездеседі. Базаға біздерде биосты жатқызатын болсақ, жүйенің жұмыс жасауына біздерде операциялық жүйелер қажет. OJA және де драйвер керек, білесіздер. Драйвер керек. Әрі қарай қолданбалы, белгілі бір мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін программалардың жиынтығы, яғни адамдарға көмектеседі. Мысалға Excel, мысалға офистің барлық пакеті деген сияқты. Одан кейін аспаптық біздерде жаңа программаларды жазуға мүмкіндік береді. Мысалға оларға Java, Python дегендерді жатқызамыз. Сонда біздерде Google Chrome, Microsoft Publisher, Excel дегеннің барлығы, мына үшеуі біздерде қолданбалыға жататын болса, JavaScript біздерде инструменталдық. Сонда біздердегі жауап С жауабы дұрыс болады екен. Біздің бүгінгі қысқаша талдауымыз осы, достар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Бірге болғандарыңызға рахмет.